Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен балалардың ең жақсы көретін таңғы асы вафли жасайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, пайдалы болса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Барлық керек ингредиенттер описаниеда толық көрсетілген. Ең алдымен жұмыртқамызды мискамызға жарып аламыз. Одан кейін үстіне қант салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, үстіне сүт құямыз. Және де ерітілген сары майды құйып, барлығын араластырамыз. Ары қарай ұнымызға разрыхлителді қосып араластырып, електен өткізіп, сұйықтығымызға қосамыз. Барлық ұнды бірден салуға болмайды, 2-3 бөліп салыңыздар. Бұл вафлилер өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл порциямен менде 8 штук вафли шықты. Біздің тестамыз осындай сұйық болып шығуы қажет. Енді вафельницамызды алдын ала қыздырып алып, тестамызды жаймен құйып пісіре бастаймыз. Вафлилеріміз әдемі болып шығуы үшін сұйықтығымызды құйған кезде шет-шетіне дейін тигізіп, бір тегіс қылып жағып шығыңыздар. Сол кезде өте әдемі болып шығады. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта менен қандай рецепт күтетін боласыздар, соны комментарийға қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде сіздермен бірге жасап көреміз. Барлықтарыңызға ас болсын.